Жарықтық киік отай деп отырушы еді марқұм нағашы шешем. Арқада киік оты аса қадірлі шөп. Киік оты дәру болмайтын дерттің түрі кемде-кем. Қаны тасыған адам киік оты шайын демдеп ішсе, бірден қан қысымы қалпына келеді. Ас қорыту жүйесіне де баппен бұқтырылған киік оты шайы мыңда бір ем болады. Тері аурумен ауыратындар киік отының булауына түссе, құлантазы айығады. Белсіз еркек төсектен суыған ұрғашы киік отының қымызын құрғатпай ішсе, құштарлық оянып, құмары қайта қозады. Қалғанын барынша қысқаша баяндайын. Сіздермен бірге дертке дауа арнаса, құрметті оқырман, 100 000 оқырманға жетуге ат салушыларыңызды сұраймыз. Ол үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Кино түсіріп жүргенде талай қызыққа кезігеміз, кенелеміз. Осы жолғы Ақсу-Жабағылыдағы қызығымыз киік отымен ысталған Иірсу мен Кемербұлақтың қымызы болды. Иә, қымызды кім ішпейді, қызға кім көз салмайды. Келсер, келіспейсіздер. Алматыда қымыз жоқ болса, Алматы базарларында сатылатын қымыздың дәрежесі шалаптан төмен. Әлқисса сәуірдің соңы мамырдың басында оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданының Ақсу-Жабағылы қорығының етегіне шатырымызды тігіп, шәпкімізді түзетіп, есімізді жидық. Түсірілімге әзір болдық деген ғой. Айтары жоқ, тұмса табиғатын суреттеуге тіл жетпейтіндей ғажап сұлу өлке екен. Тура Арабиядан оқып келген молдекеңдер уағыздайтын жұмбақтың төріне топ ете қалғандай болдық. Биік көркем таулар, әппақ қардан дағрадай сәлде оралған молда шыңдар, сол таулардан жыландай ирелеңдеп сарқырай аққан өзен сулар, сауыры қызылды жасылда гүлмен көмкерілген қоянжан жоталар, әсіресе киік оты арған кешкі жақынға самалмен қышқылтым иісі танау жарғанда шерлі көкірегің күмбірлей жөнеледі. Хош, бір-екі күннен кейін жан-жақта шолуға кеткен жігіттер Иірсудың баклажкасымен қымыз әкеле бастады. Алматы базарларының су қосқан сатқын қымызынан зәрезеп болған қалған қазез басым. Алғашқыда қомсына дәмін тартқаным рас. Жоқ, су қосылмаған тәрізді, тіл үйіріп әкетіп барады. Киік отының дәмі, сөйтсек, Түлкібас өңірі көбіне тек киік отымен ыстайды екен. Содан қаталап келген қымыз қорлар үшін Құдай берді. Азынаулақ сутошниімізді кәніге Алқашқардай соңғы тиынына дейін қалдырмай қымызға салатын болдық. Арқаның қымызына қарағанда таудың қымызы жуастау келеді. Дегенмен көңілге қунақы желік бітіруге жарып жатыр. Аз күнде көзіміз нұрланып, жүзімізге қан жүгіріп кісі болып қалдық. Киік оты қосылған жұпар қымыз қанша ішсең де қан қысымын көтермейді. Қымызға бөгіп алған адам шаршамайды. Жұмысты жапырып істейді. Әсіресе әріби сияқты сайып қыран жігіттеріміз ат үстінде шайқақтап, үзеңкісін таралғысының төбінен үзіп жіберердей шірей керіп, жер баспай айдатындай асқақтап, аспандап, шығандап кетті. Күніне 5 ат болдыртады. Ұларбек ақынның көзінен өлең оқитын күнге жеттік. Қайран Алдияр Қамызай, жарықты киік отай деп қоямын іштей. Қырға шығып киік отымен бозгүл теріп кеткен кезімізде болды. Бажайлай байқасаң, туған елдің қырында өскен шөптің тамырынан сыр тартып, жапырағына жыр жазуға болады. Гүлінен сүйенгенің дидарын көресің. Киік оты осындай шөп. Енді осы киік оты жайлы түйгендеріме келейін. Өткен жылы інім досым, тамаша қаламгер Қанағат Әбілқайыр ауылына апарып қонақ етті. Қырға шығып, қымызды ішіп дегенде біраз шалқыдық. Тау үшін күңірентіп әнге бастық. Қанағат шанның ауылы асқақ, Алатаудың қойнауына сұғына әрге тепкен берекелі-мерекелі ел екен. Айнала қарағайлы орман, құлпырған көк майсасы түрікменнің төктөгілеміндей. Кенет көзім көгілдір алаңқайға түскені. Жақындап барсам, о, ғажап киік оты. Мынау киік оты ғой десем, жергілікті албандар жоқ, бұл Көкемарал деп бой бермейді. Сол сәт ақын Бақыт Беделханның 2000 жылдары жарық көрген Көкемарал деген пышақтың қырындай жұп-жұқа жыр жинағы есіме түсе кеткені. Бұдан кейін дауласып жату артық. Көкемарал болса Көкемарал болсын деп әлгі киік отының бір талын жұлып алып, құныға иіскедім де төс қамалта сүңгіттім. Енді мына қызықты қараңыз.
Көкмаралды меркеден Жамбыл облысы бері қарай жұрт дулаттар киік оты дейді екен. Арқадағы арғындарда киік оты дейміз. Осы жайт мені кәдімгідей ойға қалдырды. Артынан мұның сырын аңғарғандай болдым. Бағзы заманда арғындар мен дулаттар шудың бойын бір жайлаған ғой. Көш жолдары да түйісіп отырған. Тек Төле би заманында жер дауында кісі өлімі болып, билер кеңсесі. Шудың түсін жағын дулаттар теріскейін арғындар жайласын деп шешіп кеткен екен. Ежелден содан бері екі елдің төскейде малы төсекте басы қосылып жатты. Тіпті мына Совет үкіметі құлағанша Жамбыл облысының қойшылары жайлауға арқаға шығатын. Арқаның бетпақпен шектесетін Ақтау, Қызылтау совхоздарының жастары Мойынқұмның жігіттерімен көкпар тартысатын. Жаз бойы жолдас құрбы болып, әңгімелері жарасып, бір-біріне бауыр басқан қыз-жігіттер келесі жазда сағынысып көрісіп, арты үйлену тойына ұласып жататын. Киік отының арқа жұртамен өрдегі үйісуі, дулатқа ортақ болуының бір сыры осы ғой деп ойлаймын. Ал Алатаудан төмен түспейтін Албан, Суан елі тауда оқшау жатқандықтан бұл өсімдікке Көкемарал деп ат беріп, айдар тағып жеке атауымен иленген сияқты. Және Алатауда киік жоқ, есесіне бұғы марал тұқымда шаруалар мол. Сол себепті Көкемарал атанған тәрізді. Қалай десек те киік оты аша тұяқты адалаңның сүйікті асы. Киік жарықтық бетпақтың сосы шөлінен мамыр айында өтіп, аталған айдың 18 мен 25 аралығында арқаның түстігіне іліксі мен төлін төгіп, лағын өргізеді. Бұл мезгіл арқада Құралайдың салқыны аталады. Кей жылғы Құралайда тап бір ақпандағыдай алай-түлей боран соғады. Алайда мұндай боранда суықта киіктің лағы мұз боп қатып қалмайды. Керісінше қатты салқында тез аяқтанып жүгіріп кетеді. Бір жағынан жас төлге құрт түспейді. Екіншіден, суықта туған Құралайдың бойында қысқа суыққа бой бермейтін иммундық жүйесі қалыптасады. Әйтеуір табиғат ана бауырындағы жандық біткенді аналық беріммен осылай ебін тауып жарылқап қойған. Киіктер арқадағы Атасу мен Сарысу өзендерінің бойында кеп лағын өргізіп жатқанда дүр етіп киік оты көтеріледі. Жасыл сабағы жерден сәл бой тартып, бүрленіп барып ұсақ көкшіл гүл ашады. Ұзақ сүргін жолдан қажып кеткен. Оның үстінде дүниеге ұрпақ әкеліп, халық күші кеміп күш-қуаты азайған аналық киіктер Ақтау, Ортау, Қызылтаудың таулары мен Атасу мен Сарысу өзендерінің бойындағы жаңа піскен жас киік отымен қоректеніп, әлі жияды. Адыр-адырға үйса, қалың өскен көдеге жойылып, тобылғылы жазықтың май жусанын ашылап бойын бекітеді. Сонан соң мамырдың аяғына таман дүр көтеріліп, қорғалжын мен құлан төспесті бетке алады. Бұл кездегі киік көшін көру бір ғанибет. Ұлы үйірлерде 500 мыңға дейін киік болады. Сағат күндізгі 11-лерде қалың киік Сарысуға құлайды. Кенет қалың киік дүрсілкініп, теріскейде бетке алып жөнеле береді. Қалың үйірді маңдайды жарқыраған мүйізі қарағайдай марғасқа теке бастайды. Қалғаны тәртіпті сарбаздай соңынан ереді. Бұл бір кешке дейін тауласып бітпейтін ғанибет. Жердің беті әжім өреге жайып тастайтын кепкен ірімшіктей көңіреніп, қып-қызыл боп кетеді. Күннің көзін қоп-қою қызыл шаң басады. Жер көк қып-қызыл қысқасы, айналаны киіктің маңырасы кернеп тұрады. Өмірімізде киіктің маңырамасын естіп көріп педіңіз? Бұл бір жанында симфония біткен жебесе алмас ұлы сарын. Әлқиса қызыл өрттей қаптаған киіктің соңы батар күннің жалқын шұғыласына малынып көзден ғайып болады. Күнімен киік тұяғы дүбірлеткен арқаның құлан-жон қырлары сабасына түседі. Қардың момақан өмірі қайтадан өз арнасын табады. Бұл сурет қыркүйек қазан айында тағы бір мәртке қайталана түседі. Киікпен бірге киік оты құрыды. Қазір Сарысу бойындағы киік оты өспейді. Киікпен бірге кетті. Марқұм әжемнің жарықты киік оты дейтіні осы кез еді. Әншейін киік отын ескегенде еске түсіп кеткені. Кәдімгі киік оты, яғни орысшасы душица, шөбін ертеректе әжеміз шай сияқты демдеп ішетін. Қант пен бал қосқан тәтті шайға үйренген біз шөптің дәмі мен иісіне мұрнымызды тыр жетуші едік. Бүгінде сол шөптің арқасында мен еңсесі басқан зілденедегі ауырлықтан құтылдым. Киік оты дәру болмайтын дерттің түрі кемде-кем.
Қаны тасыған адам киік оты шайын демдеп ішсе, бірден қан қысымы қалпына келеді. Ас қорыту жүйесіне де баппен бұқтырылған киік оты шайы ем болады. Тері аурумен ауыратындар киік отының болауына түссе, құлантазы айығады деп отырушы еді әжем. Рас екен, қайсы бір жылы жиен-шарымыздың қолының терісі қабыршықтанып жара басып кетті. Дерматологтар экзема деді. Экзема деген оңайлықпен кете қоймайтын тері ауруы деп жазады. Әйтсе де киік оты оған ем болды. Шөпті қайнатып, сол суға қолын салып отыратын, шай сияқты демдеп аз-аздан ішетін жиен-шар содан жазылды. Халық арасында жоғарғы тыныс жолдары қабынғанда киік отын тер шығаратын дәрі ретінде кеңінен қолданылады. Дәріні дайындау және қолдану тәсілі: 15 грамм ұнтақталған өсімдікті бір стақан қайнап тұрған суға салып, 20 минут тұндырады да бір қасықтан күніне 3 рет ішеді. Киік оты мамыр айынан бастап тамыз айы аралығында гүлдейді. Оның жер бетіндегі бөлігін гүлдеген кезінде жинап алады. Оның несеп жүргізетін, өт айдайтын, тамаққа тәбетті арттыратын қасиеті бар. Киік отыдан жасалған тұнбаны асқазанның қышқылы кемігенде, шектің жұмысы нашарлағанда жүйке жүйесін тыныштандыратын дәрі ретінде, жалпы дененің күш-қуаты кеміп, күші азайғанда қолданады. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатты болайық. Ауырмаңыздар. Дендеріңіз сау болсын.